Жігітке дос көп болар бақ барында, ешкімге дос екенде бақтарылма, досыңның қас болатын күні туар, басыңнан бағың тайған шақтарында деген екен. Сондықтан мынау адамның басы бақ бар кезінде, астында тақ бар кезінде оған жора жолдас көп болады. Ал сол бақ пен тақ кеткен кезінде ағайын туған іні құрдастың өзі шай қарамайды-ау. Сондықтан сол болмас үшін әрбір қолда жақсылық бар кезде сол жақсылықпенен жақсылыққа қайтаруға, жаманшылыққа да жақсылықпен қайтаруға тырысуымыз керек. Біздің дін таспен атқанға аспен ататын дін. Алла тағала барлығымызды, сіздер мен біздерді жәннеттерде бас қосуымызға нәсіп етсін. Сіздерден біздерді айырмасын. Алла тағала әрдайым жақсылықтың үстінде көрсек. Алла тағала отбасыларыңызға амандық беріп, деннің саулығын беріп, екі дүниенің жақсылығын беріп, жүрген жерлеріңізді Алла тағаланың өзі қолдап, қорғап, әбейір беріп, аман сақтасын. Істеген істеріңізге береке беріп, әрдайым жақсылықтың Алланың рахымына бөленіп жүре берейік. Раббана аманна фағфир лана вархамна ва анта хайрур рахимин.